Келесі 5-те 67-ші есеп. Біріншісі x азайтылған 1, x қосылған 1 кіші 0-ден. Теңсіздігімізді ең бірінші 0-ге теңестіріп аламыз. Сонда x азайтылған 1, x қосылған 1 тең 0-ге. Енді әрбір көбейтіндіні, яғни әрбір жақшаны 0-ге теңестіреміз. X азайтылған 1 тең 0-ге. X қосылған 1 тең 0-ге. Енді осы жерден x табылайық. X-тен 1-ге. X-тен минус 1-ге. Енді осыны координаталық жазықтыққа орналастырамыз. Мына минус 1 және 1. Енді 1-ден үлкен сандарды x-тің орнына апарып қоямыз. 2-ні алайық. 2-ні x-тің орнына апарып қойсақ, 2-ден 1-ді алсақ, ол бізде 10 сан шығады. 2-ге 1-ді қоссақ, тағы да 10 сан шығады. Екеуінің көбейтіндісі ол бізде 10 санды береді. Яғни жауабы 10 сандар болады. Сонда аралығымыз 10 сандар болады екен. Енді минус 1 мен 0-дің арасында 1-дің арасында 0 деген сан жатыр. Яғни 0-ді апарып қояқ x-ның орнына. 0-ден минус 1-ді алсам, минус 1-дің өзі шығады. Мына жағымыз 10 сан болғанмен көбейтіндісі минусқа тең. Яғни аралық минус болады екен. Енді минус 1-ге дейінгі сандарды аламыз. Сонда минус 2-ні апарып қойсақ, минус сан, минус сан. Екеуінің көбейтіндісі плюс сан болады. Сонда бізге жауап ретінде минус санды ал деген, сонда жауап бізде минус 1 мен 1-дің өзі болады екен. Яғни минус аралық бізде жауап болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шарайық. X 7 азайтылған x үлкен 0-ден. Теңсіздігімізді 0-ге теңестіріп аламыз. Әрбір көбейтіндіні ені 0-ге теңестірейік. 7 азайтылған x тең 0-ге. Минус x-тен минус 7-ге, x-тен 7-ге. Жазықтықта орналастырайық. 0 мен 7. Енді 7-ден үлкен 8 деген санды алайық. X-ның орнына апарып қояйық. 7-ден 8 алсақ минус сан шығады. 8 көбейтсек минус сан шығады. Яғни аралығымыз минус санға тең болады. Нәтижесі жауабы минус санға тең болады. Енді 0 мен 7-ның арасында кез келген бір санды алайық. Яғни 5-ті алайық. 7-ден 5-ті алсақ 10 сан шығады. Және оны 5-ке көбейтсек 10 сан шығады. Яғни бір аралығымыз 10 сандар екен. Енді 0-ге дейінгі сан минус сандар. Минус 1-ді алайық. 7 болады. Минус 1 алатын болсақ, көбейтіндісі бірақ минусқа тең болады. Сонда жауап ретінде бізде 10 сандарды алыңдар делінген. Сонда 0 мен 7 бізде жауап болады екен. Ол үшінші есебіміз x квадрат жақша x азайтылған 1, x қосылған 2 үлкен 0-ден. Ең алдымен теңсіздігімізді 0-ге теңестіріп жазып алайық. X қосылған 2 тең 0-ге. Енді әрбір көбейтіндіні 0-ге теңестіреміз. X квадрат тең 0-ге, сонда x-іміз тең 0-ге. X минус 1-іміз тең 0-ге, x-іміз тең сонда 1-ге. X қосылған 2 тең 0-ге, x-іміз тең минус 2-ге. Енді осыны координатада орналастырайық. Бірінші ең кішісі минус 2 орналасады. Боялады. Минус 2, 0, 1. 0, одан кейін 1. Енді аралықтарын оң теріс екенін есептейік. Бірінші 2 санын қояйық. 2 саны 2-ның квадраты бізде оң сандарды береді. 2-ден 1-ді алсақ, ол оң сан. Мына жерге қоссақ, ол оң сан. Барлығы оң сан шығады. Сонда нәтижесі бізде оң сандарға тең болады екен. Екінші 0 мен 1-дің арасында жатқан 0,15 санын алайық. 0,15-дің квадраты бізде оң сан. 0,15-тен 1-ді алсаң, ол минус сан шығады. 0,15-ге 2-ні қоссаң, ол оң сан шығады. Көбейтіндісі бір минусымыз бар. Сондықтан да минус сан шығады. Яғни аралығымыз минус сандар екен. Одан кейін
минус 2 мен 0-дің арасында минус 1 деген сан бар. Минус 1-дің квадраты бізде оң сан. Минус 1-ден минус 1-ді алатын болсақ, ол минус сан шығады. Минус 10 сан болады. Бірақ мына аралығымыз минус болғандықтан, мына жағымыз минусқа тең болады. Сонда минус аралық. Ал минус 2-ге дейінгі сан, яғни минус 3-дің квадраты, ол бізде оң сан болады. Одан кейінгі минус теріс сан болады. Мына аралығымызда теріс сан болады. Екеуін көбейтіп жіберетін болсақ, ол бізде оң санға тең болады. Сонда есептің шартында бізде оң аралықты алыңыздар деген. Яғни минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Және 1-ден плюс шексіздікке дейін жауап болады екен. Келесі төртіншісі. X квадрат 3 азайтылған x, x қосылған 1 кіші 0-ден. Енді теңсіздігімізді 0-ге теңестіріп алайық. Қосылған 1 тең 0-ге. Енді әрбір көбейтіндіні 0-ге теңестіреміз. Сонда x квадрат тең 0-ге, сонда x-іміз тең 0-ге. 3 азайтылған x тең 0-ге тең минус 3 болады. Сонда x-іміз тең 3-ге. X қосылған 1 тең 0-ге, сонда x тең минус 1-ге. Енді координатада орналастырайық. Сонда минус 1, 0, 3. Орнына апарып қоямыз енді. Сонда 3-тен кейінгі саны, яғни 4-ті алайық. 4-ті x-дің орнына апарып қояйық. Оң сан болады, минус сан болады, оң сан болады. Мына жеріміз минус болғандықтан минус болып кетеді. Яғни аралығымыз минусқа тең екен. Енді 0 мен 3-дің арасында бізде 2 деген сан бар. X-дің орнына апарып қояйық. 2-ның квадраты бізде 4 болады. 3-тен 2-ні алсаң, ол оң сан болады. Қоссаң да оң сан болады. Мына аралықта ол оң санға тең болады екен. Яғни нәтижесі оң сан болады екен. Одан кейін минус 1 мен 0-дің арасындағы минус 0,5 деген санды қояйық. Минус 0,5 деген санды қоятын болсақ, плюс сан шығады. Енді минус 1-ге дейін минус 2 деген санды қояйық. Минус 2-нікі оң сан болады. Оң сан болады. Мына жеріміз минус болады екен. Мына аралық сонда минусқа тең болады. Бізде жауап ретінде минус аралықты алыңыз делінген. Сонда минус шексіздіктен минус 1-ге дейінгі аралық және 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық жауап болады екен. Келесі 5-ші есеп. Минус x квадрат қосылған 5x қосылған 6. Ол бізде 5-шісі үлкен 0-ден. Енді осы жерде минус 1-ге көбейтіп жіберейік. Онда x квадрат минус 5x минус 6 таңба ауысады бізде 0-ге. Келесі жағдай бойынша біз дискриминанттайық, яғни осыны 0-ге теңестіріп аламыз бірінші. 5x минус 6 тең 0-ге. Дискриминантын табатын болсақ, бұның квадрат 25 минус 4a-сы болғанда 6 болады, сонда 24 49-ға тең болады. x1, x2-мізді табамыз. Минус по плюс, плюс минус 7, так 2 болады. Сонда нәтижесі бізде қосатын болсақ 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсек болсақ, минус 1-ге тең болады. Енді екі жақша түрінде жазатын болсақ, x азайтылған 6, x қосылған 1 болып кетеді. Кіші 0-ден. Енді аралығын алайық. Жеке-жеке 0-ге теңестіріп аламыз осы жерде. Сонда x азайтылған 6 тең 0-ге, сонда x тең 6-ға. X қосылған 1 тең 0-ге болса, x тең минус 1-ге. Енді координатаға орналастырамыз. Боялады. Минус 1, 6. Так, 7-ні қояйық орнына. 7-ні қойсақ оң болады. Так, 5-ті қоятын болсақ минус болады екен.
Так, минус 3-ті қояйықшы. Минус 3-ті қосақ минус болады. Минус 3 болатын болса, плюс болады. Сонда шарты бойынша біз минус аралықты ал деген, сонда минус 1 мен 6 жауап болады екен. Келесі 6-шы есеп. 3х-тің квадраты азайтылған 7х қосылған 2 кіші 0-ден. Дискриминанттен v квадрат 49 минус 4ac. Сонда так, мына екеуінің көбейтіндісі 8, 24-ке тең болса, нәтижесі 25-ке тең болады. Сонда x1 2-міз минус v 7 плюс минус 5 6-ға тең, 2a. Тең нәтижесі сонда так, 12 12-ні 6-ға бөлсек 2-ке тең 2 болады, 2 бөлінген 6. Оны қысқартып жіберсек 3-тен 1-ге тең болады екен. Енді теңсіздік құрастырамыз. Онда x азайтылған 2, екінші жақшамыз x азайтылған 3-тен 1. Так, кіші 0-ден болады екен. Сонда x кіші 2-ден x кіші минус тең деп алайық та, осы жеріміз. Тең деп ала берейік, шатасып қаламыз. Тең 2-ге, тең 3-тен 1-ге деп қарастырсақ, сонда жауабы бірінші 3-тен 1-ді орналастырамыз, одан кейін 2-ні орналастырамыз. Енді аралықтан қарайық. 3-ті қоятын болсақ 10 болады, көбейткеніміз 10-ға тең болады екен. Арасында так 1 деген санды қоятын болсақ, ол так минус болады, сонымен минус болады екен аралығы. Так, кез келген минус 3 деген санды қойсақ та, мына жағымыз плюс болады екен. Сонда жауабы бізде. Сонда x-міз тиесілі деп жазу керек біз негізі. Минус аралықты деген 3-тен 1 және 2 сандарына деп жауап